1 мольде 602 секстиллион бөлшек бар. Бұл өте үлкен сан. 1 мольді құрайтын бөлшектер санын елестету үшін келесі мысалды келтіруге болады. Су жер бетінде өзендер, көлдер мен мұхиттар секілді су объектілері түрінде кездеседі және жер бетінің 10-7 бөлігін алып жатыр. Оның мөлшері 1,26 миллиард километр куб, яғни 1,26 көбейтілген 10-21 дәрежесі литр. Алайда бұл сан Авогадро санынан әлдеқайда аз. Авогадро саны литр суды алу үшін 478 жер ғаламшары қажет болар еді. Химиялық реакциядағы сандық қатынастарды қарастырайық. Алдымен келесі тәжірибені жүргіземіз. Біз 5,75 грамм натрийді суы бар стақанға саламыз. Стақанды құйғымен төңкере жауып, жоғары жағына сынауықты орналастырамыз. Реакция соңында сынауықты алып, оған жанған шырпыны енгіземіз. Өзіне тән жарылысқа ұқсас дыбыстың естілуінен реакция барысында түзілген газдың сутек екенін біле аламыз. 5,75 грамм натрий мен артық мөлшерде алынған суды әрекеттестіргенде қанша грамм сутек түзілді? Алдымен реакция теңдеуін теңестіріп жазу керек. Осылайша әрекеттесуші заттардың моль санын табамыз. Натрийдің салыстырмалы атомдық массасы 23-ке, яғни оның молярлық массасы 23 грамм бөлінген мольге тең. Сәйкесінше реакцияға қатысатын натрийдің моль саны 0,25-ті құрайды. 0,25 моль натрий мен судың әрекеттесуінен түзілетін сутек молекулаларының моль саны химиялық теңдеу негізінде есептеледі. Ол үшін келесі пропорцияны жазайық. Ең соңында сутектің массасын есептеп шығара аламыз. Ол 0,25 граммға тең. Сегіз грамм оттектің қалыпты жағдайындағы көлемін анықтайық. Оттектің молярлық массасы 32 грамм бөлінген мольге тең, яғни 8 грамм оттектің зат мөлшері 0,25 мольді құрайды. Қалыпты жағдайдағы кез келген газдың 1 молі 22,4 литр көлемді алатын болғандықтан 0,25 моль оттек 5,6 литр көлемді алады.